Жаңа тез оқу тәсілдері ретінде скорочтение деп отыр ғой. Мен бұл әдіспен арнайы үйренбеген себебім, өйткені алдында айтып кеттім ғой, кітапты оқығанда жаңа автормен пікір таласып, жаңа сөйлескен ретінде оқу керек та, тоқтау керек, ойлану керек, жазып алу керек, қайтадан оқу керек. Сондықтан мен кітапты былай тез оқып кеткенді ұнатпаймын өзіме. Өйткені тез оқып кетсеңіз, оның пайдасы болмай қалады деп ойлаймын өзім. Өйткені бірінші менің ойлайтын нәрсем, ол кітап адамның мына миын жұмыс істету керек. Егер тек қана көз жұмыс істесе, кітапты оқып шығып, мына автор бүйтіп айтып кетті екен деп есіңе сол жадыңа тек қана сол ғана қалса, одан пайда болмайды. Менің оқу тәсілім, мен кітапты оқығанда жаңа ойын аламын да, ойланып, сосын мына жерде мен мынандай ережелерім бар еді, сол ережені былай өзгерту керек екен. Өйткені мына авторды жазу бойынша, бұның тәжірибесі бойынша мынау былай істейді екен деп, өзінің ережелерімді өзгертем. Сосын қайттан оқимын ары қарай. Оқимын да, сосын мына жерде менде мынандай ережелерім бар еді. Мысалы, мынау адамдарды айыру, жақсы жаман адамды айыру, жұмысқа қандай адамдарды алуға болады. Сол сияқты ғой, серіктерді тапқанда олардың қандай қасиеті, қабілетіне қарау керек деген. Мысалы, сондай неге келгенде, мынаның жаңа ақылы былай. Менің ережелерімде мынандай. Мынаған өзгеріс енгізуім керек, бүйтуім керек, дейту керек деп сол мен кітаппен жұмыс істеймін. Егер тез оқып кетсем, менің ережелеріме ол кітап әсер ете алмайды. Егер менің ережелерім сол кітап арқылы өзгермесе, онда оның кітаптың пайдасы неде? Өйткені менің өмірім менің ережелеріммен жүреді. Менде өмірімдегі барлық нәрсеге арнайы жазылған ережелерім бар. Дене шынықтыру, тамақ ішу, достармен кездесу, мынау күн кестесі, бәрі жазылған. Мынау іс сапармен жүргенде, мына аңға шыққанда, экспедицияға шыққанда не істеуім керек, қандай кітап болу керек, ол кітапты алғанда қалай оқу керек. Соның бәрі ереже, оның бәрі ереже. Адам жұмысқа алғанда, адаммен танысқанда, адамдармен серіктес болғанда, қандай сұрақ қою керек, қандай құжат дайындауым керек, соның бәріне ереже бар. Сондықтан кітапты алғанда, мен кітапты оқығанда, ол кітаптың мақсаты, ол кітап оқудың мақсаты, бірінші ол менің ережелерімді ары қарай жетілдіру. Екінші, ол менің ережелерімді жетілдірмесе, онда ол ережелерімді одан сайын бекіту. Мен дұрыс жолда келе жатырмын екен деген сондай тұжырымға келуім. Үшінші, егер мына автордың несі келіспесе мен ережелермен, онда мен ойланып, мен өзімнің ережелерімді қайтадан критикалық тұрғыдан қарап, мына көзқарастан дұрыс емес пе екен деп соны ойластырамын. Сондағы бұл жерде былай, ең ортада кітап оқудың түпкі мақсаты ол менің ережелерімді жетілдіру. Кітап оқу емес, кітаптан информацияны өзіме жадыма сақтау емес. Ол информация керек жоқ нәрсе. Ол тек қана менің өміріме әсер ету. Кітап менің өміріме әсер етпесе, ол ешқандай керексіз кітап. Сондықтан тез оқығанда, тез оқылып кеткен кітап менің өміріме әсер ете алмайды. Ол тек қана менің калькуляторымда, счетчигімде тағы бір кітап оқыдым деген жай не ғана тұрады, белгі болды, одан әрі кетпейді. Маған ондай кітап оқыған ұнамайды. Ол бір. Екінші, өкінетін жағдайға келетін болсақ, жалпы мен өмірімде өкінетін жағдайым, өкінетін істеген ісім қазіргі тұрғыда қарайтын болсақ біреу-ақ. Ол кезінде Альянс банкімен айналысып, көптеген мен несие беріп, сол харам іспен айналысқан. Қазір мен 5 намаз оқитын мұсылманмын. Сондықтан бұл тұрғыдан қарағанда маған ол өкінішті бизнес, өкінішті жоба болды.
Бірақ мен ол кезде исламда емеспін, сондықтан мен өзім бірдеңе істесем, бәрін нақты түбіне дейін істейтін адаммын. Сондықтан бір жағынан Альянс банкінің өсуі да, сондай неге жеткен деңгейге жетуі да содан болған шығар. Бірақ бұл былай ғой, адам кез келген бизнесмен егер мораль жағынан дұрыс болмаса, оның тиімділік қасиетін алып дұрыс емес салаға салса, онда ол тиімді түрде жаман нәрселерді істей бастайды. Кезінде мысалы фашистік Германияда да мықты кәсіпкерлер болды ғой. Патрон шығарады, пушка шығарады, зеңбірек шығарады, сол сияқты. Мен де өзімді сол сияқты шамалап сезінемін да Альянс банкімен. Өйткені мен өте тиімді түрде істедім. Мықты өстім, үлкен дәрежеге жеткіздім. Бірақ харам істі. Сондықтан соған өкінішім бар. Өзімді сондай не сезінемін. Қалған істерге ешқандай өкінішім жоқ бұл өмірде. Жылдам оқып үйрендік ең жақсы тәсілі ол баспагер болу. Өз тәжірибемді айтамын, біз кітап шығарумен айналысамыз. Кітап шығарған кезде кез келген жаңа қолға алған жобаның барлығы ол жетекшінің көз алдынан өтеді, яғни менің алдымнан өтеді. Сол кезде бір кітапты кейде 10-15 ретке дейін оқуға тура келеді. Бұның бәрі кәсіби дағды қалыптастырады. Сен ананың бәрін жай оқитын болсаң, көп уақытын жеп қояды. Сондықтан осындай бір тез оқитын дағды қалыптасады. Бірақ Марғұлан аға мен толықтай келсем, мақсат санға жарысу емес. Бұл жерде мына тамақ жегенде асықпай жесең дұрыс қорытылады дегенге келеді деп айта аламын. Кітапты асықпай мән беріп оқысаң, оның пайдасы әлдеқайда көбірек болады.